Экономика ғылымның докторы, Қазақстан Республикасы Инженерлік академиясының академигі, Жамбыл облысының құрметті азаматы Тұрысов Қаратай Тұрысұлы 1934 жылы 2 ақпанда Жамбыл облысының Талас өзенінің бойында қырғыздармен шекаралас Жасөркен ауылында дүниеге келген. Тараздағы Жамбыл атындағы Қазақ орта мектеп-интернатын 1950 жылы бітірген бір топ бала, ішінде Қаратай Тұрысовтан басқа Шерхан Мұртаза мен Шотаман Уәлиханов жері суық, алыс әрі жат Мәскеуінің төрінен бірақ шығып оқуға түседі. Қаратай Тұрысов Серго Орджоникидзе атындағы геологиялық барлау институтына түседі. Осы институт қабырғасында Қаратай Тұрысовтың болашақ өміріне көзқарасы бекем қалыптасты. Ол өз мамандығын сүйіп қана қойған жоқ, осы саланың білікті мамандарының бірі болды. Қаратай Тұрысов орталық Қазақстанның кенді аймақтарының геологиялық картасын жасау ісіне 8 жыл бойы үлес қосты. Көктасшал кен орнын алғашқы ашушылардың бірі болды. Одан Қаражол, Қарағайлы, Жайрам, Бетпақталаның тау тасын кезіп, жаңа кен орындарын іздеді. Осы еңбегі ескеріліп, Қазақстанның құрметті кен барлаушысы атағын алады. Кейін Қаратай Тұрысов бірнеше лауазымды қызметтерде болды. 1984-1986 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы, 1986-1991 жылдары аралығында бүкіл одақтық кәсіподақтары орталық комитетінің хатшысы, 1991 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы туризм, дене шынықтыру және спорт министрі, Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясының төрағасы қызметтерін Кеңес Социалистік Республикалар одағы жоғарғы кеңесіне 2 дүркін депутат болып сайланған. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің қаржы және бюджет комитетінің төрағасы болған Қаратай Тұрысов заң шығару ісінде де өз қолтаңбасын қалдырды. Елге сіңірген еселі еңбегі үшін 10-нан астам медальдармен, 2 мәрте еңбек қызыл ту орденімен және барыс орденімен марапатталған. Управление социальными процессами в период перехода к рыночной экономике Республики Казахстан тақырыбында докторлық диссертация қорғады. 2 рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Қаратай Тұрысовтың есімі Тараз қаласы Астана мөлтек ауданында орналасқан номер 53 мектеп гимназиясына берілді.